Кейінгі жылдары сары майдың құрамында холестерин бар деп жемейтіндер көбейді. Алайда бұл азықтың біз білмейтін пайдасы көп екен. Мамандардың айтуынша сары майдың пайдасы өте көп. Тіпті оның күйдірілген, яғни ерітілген түрі де пайдалы. Достар, біздің арнаны 96% адамдар тіркелусіз қарайды екен. Сондықтан сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп лайк пен қоңыраушаны басып кетуіңізді сұраймын. Сіздің болмашы оп-оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Қазақша арнаның дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Ата-бабаларымыз сары майды ертеден қолданған. Оның құрамында А, Е, К дәрумендері бар. Сары май адамның зейінін жақсартып, шаш, терінің саулығын сақтайды. Сондай-ақ сары майдың құрамында қаныққан майлар мен токоферолдар, каротин және Д дәрумені бар. Токоферол ағзаны түрлі радикалдардан қорғайтын антиоксидант, қартаю процесін баяулатқыш элемент. Ал қаныққан майлар ағзадағы гормондардың синтезіне тікелей қатысады. Бұндай майларды тағам әзірінен бірден алып тастау ағзаға қауіпті. Д дәрумені ағзаға кальцийдің сіңірілуін қамтамасыз етеді. Сары майдың құрамында холестерин бары рас, бірақ холестерин шошитын зат емес. Ол белгілі бір мөлшерде ағзаға өте қажет. Холестерин жасуша мембраналарының сіңдіру қасиетін қалыпты ұстайды, гормондардың синтезіне қатысады. Дәрігерлердің айтуынша, сары май өте құнарлы, бірақ оны ағзаға сіңу оңай, әрі тез. Сары майды аш қарынға тұтынған дұрыс. Ол ағзаға жасұнықтар мен клетчатка бірге түсер болса, пайдасы өте мол. Көкөніс, аскөктермен араластырып тұтынуға да болады. Сары май жылу мен күш-қуат көзі. Сары май сүт майының концентраты болып табылады. Ал май бірінші кезекте жылудың қайнар көзі. Майдың бұл қасиеті әсіресе суық кезде пайдалы. Әрине, сары май калориялығы өте жоғары. 100 граммда 730 килокалория. Оған қоса майлары ағзаға оңайлықпен сіңеді. Бірақ сары майдың бұл қасиеттерінде өзіміздің пайдамызға асыруға болады. Таңғы ас құрамына дәстүрлі нан мен май бутерброды өте орынды. Бұл тіпті арықтап жүрген қыздарға да артық болмайды. Күніне 30 граммнан артық емес май сіздің салмағыңызға еш әсер етпейді. Дәрумендер. Сары майдағы А, Д, Е, К дәрумендері терінің жұмсақтығын, шаштың әдемілігі мен тырнақтың саулығына үлкен әсер етеді. Мысалға айтсақ, А дәрумені майлардың арасында тек осы сары майда бар. Күніне желінген 50 грамм май көз бен сүйек саулығына кепіл бола алады. Иммунитетті жақсартатын майды суық маусымда 60-70 граммға дейін көбейткен дұрыс. А дәруменіне байланысты май тыныс алу мүшелерінің ішінен майлап, жөтелді емдеуді тездетеді. Ал Е дәрумені қан тамырларын тазартып, берік қылады, шаршағандық сезімін басады. Көңіл-күй. Бәрімізде шоколад құрамында бақыт гормоны серотонин бар екенін білеміз. Алайда бұл гормон сары май құрамында бар екенін біле бермейміз. Серотонин тек көңіл-күйді көтеріп қана қоймай, ұйқыны реттеп, ауру сезімін, аштықты баса алады. Ми жұмысы. Сүттің майлары адам ағзасындағы жасушалар алмасу үшін өте маңызды. Мұндай қосылыстар әсіресе мида көп. Сары майдан толықтай бас тарту ми жұмысындағы қиындықтарға әкеле алады. Бұл өз кезегінде ақыл мен ой өріске зиянын келтіруі мүмкін. Холестерин. Холестерин ұғымын бұрыннан бері денсаулыққа зияны бар зат деп санаймыз. Бірақ қажетті мөлшерде холестерин ағзамызға өте қажет. Ағзаның холестериндегі қажеттілігін басу үшін сары майды күніне 30 грамм шамасында қабылдау керек. Қолдың сары майы керемет табиғи дәрмек. Қазақ дастарханынан қысы жаз түспеген тағамның бірі қолдың сары майы. Астың да, нанның да дәмін келтіретін майдың арнайы ертілген түрі әсіресе қыста ерекше сұранысқа ие. Кейбір жерде күйдірілген деп аталатын бұл сары майды емдік мақсатта да қолдануға болады. Тең мөлшерде балға араластырылған күйдірілген сары май иммунитетті көтеретін мықты табиғи құрал. Ол үшін таңертең жылы сүтке араластырып, аш қарынға ішсеңіз болғаны. Ол кеудедегі қақырықты босатады.
ішектердің жиырылу қасиетін реттейді. Сонымен бірге іш қатуын болдырмайды, иммунитетті көтереді. Сүйектердің беріктігіне көмегі бар. Ағзаны зиянды қалдықтардан тазартады, жасушаларды жаңартады және ағзаны жасартады. Кемі 3-5 ай жалғастырған жағдайда атеросклерозға қарсы оң әсер байқалады. Қазекемнің қыстыгүні суықтап қалған балаға беретін ең бірінші дәрісі де осы май қосылған сүт екенін білеміз. Дәмді де сіңімді бұл сусын әлсіздікті жеңуге, ағзадағы суықты қууға қауқарлы. Бал қосылған қолдың сары майы жүйке мен иммундық жүйеге оң әсер етеді. Жасы 60-тан асса да бетіне әжім, шашына ақ түспеген, көзі өткір, тісі сау, қимыл қозғалысы еркін үнді бишілерінің бірі Ресей әйелдеріне арналған бағдарламасына қонақта болған екен. Сонда жүргізуші 60-тағы бишінің 30-ға жетпеген сұлудай мінсіз дене бітімінің сырын сұрайды. Үнді сұлуларының көбі күйдірілген сарымайға бал, жаңғақ, кептірілген өрік, мейіз, жержаңғақ қосып жейтіні тағамтанушыларды таңқалдырды. Зерттей келе, олар майдың бұл түрі А, Д, Е, К дәрумендеріне бай, холестерин деңгейін төмендететін, тамыр қабырғаларын тазартатын, зейінді арттыратын, сіңімді әрі өте пайдалы деген шешімге келген. Күйдіру, яғни ерту барысында майдың құрамындағы су толығымен жойылады. Сондықтан май ағзада іркілмейді, қайта ішек пен асқазанды тазартады. Айтпағымыз, суық маусымда күнделікті таңертең сүтке 50 грамм күйдірілген май қосып ішуді әдет етіңіз. Пайдасы шаш етектен.